Келесі күні әлгі әйелдің айтқаны ойынан шықпаған Жазира бойлары жетеді-ау деген жерден үш өткір заттардың бәрін алып тастап, жан-жақты жинап, 3 баласын қамап жұмыс іздеуге кетті. Жазира жылап келеді. Аллам, балапандарым өзіңе аманат. Егер оларға бірдеңе болса, өзімді ешқашан кешірмеймін. Бірақ басқа амалым жоқ. Ақшам бітіп барады. Тезірек жұмыс таппасам, балаларым аш қалады деп өзін біресе жұбатып, біресе жек көрді. Жүрегінде тыныштық жоқ. 3 қызы бір жамандыққа ұшыраған болса ше. Орта жолға дейін жүріп барды да сілейіп тұрып қалды. Аяғы одан әрі жүргісі келмейді. Қызарыма бірдеңе болып қалса ше деген ой жанын жегідей жеп барады. Жазира шалт бұрылып үйіне қарай тұра жүгірді. Жүрегі бір сұмдықты сезгендей қатты соғады. Құдды кеудесінен ытқып түсетін секілді. Келіншек алқына басып үйіне жетті. Бәрін тас түйінетіп жауып кеткен сияқты еді. Қақпа ашық тұр. Мәссаған, үйдің есігі де айқара ашық жатыр. Жазира жалма-жан үйге кіріп еді. Жарты сағаттай бұрын ғана тастап кеткен қыздары үйде жоқ. Айналасына алқына қарады. Терезе шағылыпты. Біреу терезені шағып кіріп, іштен есікті ашып қыздарын алып ізін суытыпты. Жазира жүгіріп үйден шықты. Асхат, не де болса, бұл соның ісі. Жазира не істерін білмей, басын ұстап, жерге отыра қалды. Мен саған айтпап педім, менсіз ешкім емессің. Желке тұсынан гүр еткен дауыстан шошып кетті. Бірден таныды. Бұл Асхат еді. Қыздарым қайда? Айт тез, қайда олар? Деп шыңғыра айқайлады Жазира. Қыздарды енді көрмейсің. Үстіңнен жазып тастадым. Полиция бәрін өз көзімен көрді. Балаларды жалғыз тастағаныңды сені аналық құқығынан айырады, деді Асхат. Жазира, оңбаған, сендер қыздарымды күң етесіңдер деп күйеуіне қарай мысықша атылды. Еңгезерді еркек нәзік әйелді бұйым құрлы көрген жоқ. Жерге атып үрді. Сөйтті де көлігіне отырып кете барды. Жазира аңырап жалғыз қалды. Ботадай бұздады. Тағдырына лағнет айтты. Күресуге дәрмені жоқ. Мен әлсізбін, дәрменсізбін. Бұл қасқырлармен алыса алмаймын. Оларға қарсы тұра алмаймын деп өз-өзінен өкіріп жылай берді. Кешқұрым сүйретіліп ата-енесінің үйіне барды. Тірі өлік секілді. Бәрінен шыдайды, тек балаларын көрсе болды. Есікті енесі ашты. Үндемеді. Жазира ішке кірді. 3 қызы да үйде екен. Анашым деп жүгіріп алдынан шыққанда жүрегі орнына түсіп, жанарынан аққан жасты көрсеткісі келмей, көзін төмен сала берді. Гүлжан да, Асхат та үнсіз қарап тұрды. Жазира, мен қыздарымды алып кетуге келдім деді. Сенің үстіңнен іс қозғалып жатыр. Балаларды ешқайда алып кете алмайсың, деді енесі. Қыздарды баға алмайтыныңа көзің жетті ме? Не таптың? Деп кекетті сосын. Тек жарты сағатқа қалдырған едім. Онда да жұмыспен сөйлесуге бару үшін, деді Жазира. Оны бізге емес сотқа айтарсың, деді Гүлжан. Мені қыздарымнан айырмаңыздар, жалынып сұраймын. Бұларсыз өмір сүре алмаймын, деді Жазира дауысы дірілдеп. Өтірік мүләйімсіме? Қайтып келер есігіңді қатты жаппа деген. Келместей кетіп едің, деді енесі. Ары қарайғы сөздерін естісе де тыңдаған жоқ. Сілейіп, енесінің бетіне қарап отыра берді. Гүлжан сөйлеп жатыр. Жазира қыздарының бетін сүйді де қатты құшақтады. Сөйтті де теріс бұрылып шығып кетті. Қайда барамын? Кімнен көмек сұраймын? Енді не істеймін? Тығырықтан шығар жол қайсы? Деп пәтерге келіп бір нүктеге қадалып отыра берді. Көп өтпей Жазираны аналық құқығынан айыратын сот отырысы болды. Енесі келіні туралы құлаш-құлаш қағаз дайындап келіпті. Түске дейін ұйықтайды, қыздарға қарамайды, үй тірлігін істемейді, жалқау. Үйден қашып кетті деп басталған ұзын сонар сөзін соңына дейін айтып шықты. Жазира өліспей беріспеймін деп ол да басынан кешкен оқиғаларын жасырмай жайып салды. Қос тарапты тыңдаған сот ұзақ ойланып шешім шығарды. Жазира аналық құқығынан айырылып, 3 қыз Асхаттың қамқорлығына өтті. Сотта құр сөз жүрмейді екен. Полициямен бірге барып түсірген видео бәрін шешті. Ол видеода қыздардың жалғыз қалғаны тайға таңба басқандай көрініп тұр еді. Ал Асхаттың хабарламаларын сот есепке алған жоқ. Жазира айына бірнеше рет қыздарын көріп тұруға рұқсат алды. Әділетсіз. Арада 10 жыл өтті. Үстінде ақ халаты бар нұрлы жүзді әдемі келіншек аурухана дәлізімен сенімді жүріп барады. Палатаға бұрылып кіріп, үлкен кісіге система қоя бастады. Бұл медбике келіншек Жазира еді. Ал системада жатқан адам оның бұрынғы енесі Гүлжан болатын. Система қойып болып, енесінің ес-түссіз жатқан жүзіне барлап қарап, ойланып отырып қалды. Өткен өмірін есіне алды. Соттан кейін Жазира біраз уақыт өз-өзіне келе алмай терең күйзеліске түскен еді. Бірақ бойын жиып, өмірге жаңаша көзқараспен қарап, медбике болып оқып алды. Қиналып оқыды.
Ол қиын күндерді есіне түсіргісі келмейді. Қолына медбике дипломын алған соң ауруханаға медбике болып жұмысқа тұрды. Сөйтіп, бұрынғы бейшара әйелден біртіндеп өзіне сенімді маманға айнала бастады. Сот белгілеген уақытта 3 қызына барады. Қыздары көздері жөтеңдеп аналарын күтіп отырады. Жазираның өзгере бастағанын бірінші болып Асқат байқады. Ойланып отырса, Жазираның анау айтқандай кінәсі де жоқ екен. Бірақ анасынан аса алмайды. Не дегенмен ойға алған ісін орындамай қоймайтын Асқат Жазираға қайтадан жылулық таныта бастады. Жүрегінде біртүрлі сезім пайда болғандай. Бұл Жазира оған ұнайды. Жазира болса, Асқатқа көз қырында салмаса, қыздарын сүйіп мауқын басқан соң үйіне қайтады. Сөйтіп жүргенде арада 1 жыл өтті. Асқат Жазираны қайтадан ұнатып қалған еді. Жанында жүргенде қадірін білмепті. Жазира келген күндердің бірінде Асқат сөз бастады. Мені кешіре алмайтынды білемін, бірақ қыздарға қарашы, күнде сені іздейді, сағынады. Ананың орнын ешкім баса алмайды ғой. Қайтадан қосылса қайтеді, бәрін ұмытайық. Қажет десең қыздарымызды алып бөлек кетейік. Мен де соқа басым сопайып, жалғыздылықты өмірден шаршадым, деді Асқат. Мен үшін сен өлген адамсың, Асқат. Ендігі жерде тек қыздарым үшін өмір сүремін. Сені қайтадан қабылдай алмаймын. Өте жақын қалды. Аналық құқығымды қайтарып алған соң, қыздарымды алып кетемін, деп шорт кесті Жазира. Жазира айтқан сөзіне тұрды. Жазираның жүріс-тұрысы Майшамен қайта қаралған соң, сот келіншекке аналық құқығын қайтарып берді. Сөйтіп 3 қызын заң жолымен өзіне қайтарып жалдамалы пәтеріне әкелді. Сабыр қылсаң, бәрі өз уақытымен болады екен. Пендені сынайтын пенде, өсіретін де, өшіретін де адамдар. Жазира, бұл дүниеде жападан жалғыз болсаң да, өзіңе сенімді, өз ұстанымыңа берік, мақсатың айқын адам болсаң, ешкімде кеудеңнен баса алмайтынын түсінді. Бұрын неге сай-сел болып жылап жүрдім екен, неге бейшара болдым. Енем мен күйеуіме рахмет, солардың арқасында мен темірдей төзімді, мықты адам болып қалыптастым, деп ойлады Жазира. Енесін де, күйеуін де іштей кешірді. Гүлжан жыл өткен сайын қартая берді. Бұрынғы адуынды мінезі басыла бастады. Сөйтіп жүргенде 10 жылда су өтіп өте шығыпты. Гүлжан дәл Жазира жұмыс істейтін ауруханаға жедел жеткізілгенде келіншек таңғалған жоқ. Қан қысымы көтеріліп кетіпті. Жазира Гүлжанды баласындай мәпелеп сауығып кетуіне жаны салды. Гүлжан есін жинағанда келінін бірден таныды. Айналайын, бұл сенсің бе? Деді егі кемсеңдеп. Иә, бұл мен. Көп сөйлемеңіз, шаршап қаласыз. Жатып демалыңыз, деді Жазира сенімді сөйлеп. Жақсы күтім көрген Гүлжан оңала бастады. Енесі ауруханада жатқанда бұрынғы қайынсіңлісі де, басқа туыстары да келген жоқ. Асқат анда-санда келіп тамақ әкеліп тастап тұрды. Анасын Жазира баптап жатқанын көргенде өкініштен өзегі қарс айырылып бармағын тістеп тұрып қалды. Гүлжан ауруханадан шығарда Жазираны оңаша шақырып алды. Келін шырағым, келінім дей берейін, баламнан ажырассаң да келінім болып қаласың. Кезінде қадіріңді білмеппіз. Тек мініңді тере беріппін. Менің саған жасаған жамандықтарыма қарамастан бетімді бері қараттың. Ата-анаңа тіл тигізген жерім болса мені кешір, деді Гүлжан кемсеңдеп. Жазира енесінің әжім торлаған жүзінен төгіліп түскен жасы сүртті де. Анашым, сіз де мені кешіріңіз. Балалықпен көп нәрсені білмеген шығармын. Мені тазалыққа, үй тірлігіне үйреттіңіз. Білесіз бе? Қамырды әлі күнге сіз секілді жай алмаймын. Мен бос болдым, сосын да тағдырдан таяқ жедім. Сізді кінәламаймын. Сіз маған үлкен мектеп болдыңыз. Егер сіз болмасаңыз аяқтан тұра алмас едім. Мен сіздің қаталдығыңызға шыдай алмаған шығармын, деді. Аурухана босағасында Асқат екеудің әңгімесін жасырын тыңдап жылап тұр екен. Сені тек үй шаруасын жасайтын адам ретінде көріп қатты қателеспін. Әйел деген шаңырақтың берекесі екен, деп ойлады Асқат. Жазира Асқатты көрсе де көрмеген адамдай болып жанынан өтіп кетті. Біздің өмірімізде кездескен әрбір адам ұстаз. Гүлжан Жазираның тірлікке салақтығын, болпыр бостығын көтере алмады. Ал Жазира енесінің сүйектен өтетін ащы тіліне шыдамады. Егер екі әйел бір-бірінің мініне көз жұмып парасатпен пайымдағанда, бәлкім өмір иірімі басқаша түзелер ме еді? Жанымызда жүрген әрбір адамның міні бар. Мінмен қоса жақсылығы да жоқ емес. Әттең жамандықты тез, жақсылықты кеш көреміз. Жазира аналық махаббатқа шомылып жүрсе де, әйел ретінде бақытсыз. Асқат соңында барынан, нарынан айырылып жалғыз қалды. Ал Гүлжан ұлы мен келінің ортасына сөз тасимын деп жүргенде, өзін де ұлын да бақытсыз қылды. Ене үлкендігін біліп, келінді ақылмен тәрбиелесе, санасында түйсігі бар кез келген келін тәрбиеге көнеді. Өз кезегінде келін өзін қорғап, еменбей пікірін ашық айта алуы тиіс. Іште жиналған өкпе соңында жанартау секілді атылып, шаңырақты ортаға түсіретін қуатты құралға айналады. Гүлжан мен Жазираның жолдары енді тоғыспайды. Жазираның 3 қызы гүлде жайқалып өсіп келеді. Кейде олар әкелерін, әжелерін сағынады. Бірақ аналарын айтпайды. Шіркін, бәріміз қайтадан бір үйде тұрсақ қой деп армандайды. Бірақ періштелердің бұл тілегі ешқашан орындалмайды.
әңгіменің соңы.